Сәлем баршаға. Бүгін сіздермен красный бархат капкейктерін дайындайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай капкейктері өте нәзік, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Капкейкті дайындау үшін бізге экранда көрсетілген заттар қажет болады, және де описанияға да жазып қалдырамын. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Оның үстіне какао разрыхитель саламыз. Айранымызға ас содасын және де гелді бояушымызды қосып араластырамыз. Құрғақ ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны салып, миксермен шайқап бастаймыз. Аз-аздан қантты саламыз. Өзінен 2-3 есе ұлғайғанша массамыз әппақ болуы қажет. Одан соң сұйық сары майымызды құямыз, 1-2 рет шайқаймыз, және де айранды массамызды құйып, тағы да 1-2 рет шайқаймыз. Одан соң үстіне ұнды массамызды аз-аздан сала отырып, тағы да шайқаймыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды. Аз-аздан миксердің төменгі жылдамдығында араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша грек жаңғағын не болмаса арахис салып араластырып жіберуге болады. Менде арахис, соны салдым. Арахистің дәмі өте ерекше болып шығады. Енді силиконды формаларға не болмаса кекстің арнайы формочкаларына салып, алдын ала қыздырылған 180 градустық пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай толтырып салмаймыз, жартыдан кішкене асырып саламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай капкейктеріміз дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ас болсын.